Баршамызды шаттыққа бөлейтін қасиетті Құрбан айт мерекесі жақындап келеді. Бұл мұсылман қауымы үшін рухани тазалық пен ізгілікке үндейтін ұлық мейрам. Биыл қасиетті Құрбан айт мерекесі 27 мамыр күні басталып, 3 күнге жалғасады. Бұл мұсылман қауымы үшін береке мен бірлікке, ізгілік пен қайырымдылыққа үндейтін ұлық мейрам. Құрбандық шалу исламдағы маңызды құлшылықтардың бірі. Ол тек мал бауыздау емес, ең алдымен ниет пен ықыласты талап ететін ғибадат. Құрбандыққа қой, ешкі, сиыр және түйе малы жарамды. Малдың дені сау, кем-кетігі жоқ болуы шарт. Бұл жөнінде діни өкілдері кеңінен түсіндіріп, халыққа нақты мәлімет берді. Айт күндері ағайын бір-біріне амандық тілеп, мұқтаж жандарға қол ұшын созу мерекенің басты мәнінің бірі екені айтылды. Жалпы құрбан шалатын күн ол 3 күн болып табылады. Яғни айт күндері 27-сі, 28-і, 29-і күндері құрбандық шалуларына болады. Құрбан айттың кезінде 4 түрлік малдан құрбандық шалынатындығы айдан анық. Осы елдің барлығы мал сояды деп кәсіпкерлер малды шамадан тыс көтеріп жіберетін фактылар болып жатады. Қарапайым өзіміздің халқымызға сол бағаны ұстап тұрсақ, нұр үстіне нұр болады. Биыл Тараз қаласында құрбандық арнайы бекітілген қасапханада жүзеге асады. Сондай-ақ құрбан муфтият KZ сайты арқылы онлайн тапсырыс беру мүмкіндігі қарастырылған. Барлық ет әлеуметтік жағдайы төмен отбасыларға жеткізілетін болады. Білесіздер, 2026 құрбан сайты іске қосылып, ол жерде құрбандық шалушы әрбір кісі 4 түлік малға тапсырыс бере алады. Ешкі бағасы ол жерде 65 мың теңге деп бекітілген, қой бағасы 120 мың теңге деп бекітілген, сиыр бағасы 770 мың теңге деп берілген. Шариғат талаптарына сай, егерде сіздер онлайн тапсырыс берсеңіздер, сол жерден ол қой сойылып, шариғат талаптарына сай бөлшектелініп, мұқтаждарға жеткізілетін болады. Құрбан айт тек құрбан шалу ғана емес, ол жүректі тазарту, бауырмалдылықты арттыру және ізгілікке ұмтылу мерекесі. Барша мұсылман қауымының жасаған дұға тілектері қабыл болып, айт мейрамы береке мен бірлікке толсын. Бекзат Аширбай, Мейрамбек Сағынов, Айдос Құстаубек, Қордай 24 News.